Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Таңғы уақыттың берекесі мол. Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды, өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол береке бар. Әбігерлікке толы қарбалас тірлік басталмай тұрып, мұндай берекелі уақытты жеке тұлғалық дамуға арнаған тиімді. Өйткені бұл уақытта сені ешкім мазаламайды. Күндізгідей телефон қоңыраулары, түрлі мессенджерлерден келетін толассыз хаттар жоқ. Миың сергек болады. Таңғы уақытта жаттығу жасап, таза ауа жұтып, далада серуендеп келгеннен кейін кітап оқып өткізу, тыныштықта терең ойға шому, күндізгі ісіңді жоспарлау өте пайдалы. Ел шырт ұйқыда жатқанда біршама жұмысты тындырып тастайсыз. Далада серуендеу, спортпен айналысу арқылы бойыңа жағымды қуат жинағандықтан тұла бойың күні бойы сергек жүреді. Атқаратын ісіңе күш-жігер жинап аласың. Позитивті тудырады. Нәтижесінде таңғы уақытта осылай